Шымкентте мектеп директорлары мен Кодеплей компаниясының өкілдерінің 2025 жылғы 18 ақпанда Шымкент қаласында білім беру саласындағы инновациялық шешімдерді талқылауға арналған маңызды кездесу өтті. Жиынға 40-қа жуық мектеп директоры, Шымкент қаласының білім басқарма өкілдері және Кодеплей компаниясының халықаралық жетекшілері қатысты. Есімім Махамбеталиев Марат, мен дарынды балаларға арналған нөмірі 1 мамандығы IT-лицей интернатының 10-шы басып оқушысымын. Бізде бүгінгі проектіміз ол бізде Кодеплей. Кодеплей бізде Қазақстанда жаңадан шыққан үлкен проект. Енді Кодеплей бізде осындай әртүрлі құрылғыларды құруға бізге өте көп мүмкіндік береді. Соның бірін айта кетсек, бізде бұл света шамды айтатын болсақ, бұл бізде 3 түрлі светінің контроль салады, яғни 3 түрлі кнопкамен контроль салады. Бұл бізде қазір телефонда приложение арқылы құруға болады. Және де бұны тек телефонда ғана емес, жақын уақытта бізде компьютерге де приложениесі шықты. Жиын барысында қатысушылар білім беру саласындағы жаңа технологияларды енгізу, бағдарламалау, негіздерін оқыту және инновациялық әдістерді пайдалану мәселелері бойынша пікір алмасты. Бұл бастама заманауи білім беру жүйесін дамытуға, оқушылардың IT саласындағы дағдыларын және цифрлық трансформация үдерісін жеделдетуге бағытталған. Әділбай Дидар Аясхан, Азат Ньюс ақпараттық агенттігі.